көшелердің тарихына аудару, әр көшенің өзіндік атауы мен сырын жұртшылыққа насихаттау мақсатында біз бүгін оқырмандар назарында ауылымызда қазақ ұлты үшін орны бөлек Алаш қозғалысының жетекшісі, Алашорда үкіметінің алғашқы төрағасы Әлихан Бөкейханов туралы айтқымыз келеді. Олай болса, әр көшенің өзіндік атауы мен сырын жұртшылыққа насихаттау арқылы жастардың сол жерде тұрып жатқан өзге де ұлт өкілдерінің мемлекеттік тілді меңгеруге ниетін, қызығушылығын арттыру ниетінде көше тұрғындарынан сауалнама алудан бастасақ. Здравствуйте. А вы знаете, кто такой Алихан Бөкейханов и кем он был? Здравствуйте. Алихан Бөкейханов – это один из выдающихся деятелей казахской интеллигенции. Также он являлся общественным деятелем, который неустанно боролся за независимость своей нации, своей родины. Также в нашем Кулайгырском сельском округе есть улица, посвященная Алихану Бөкейханову. Спасибо большое. Благодарю. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы знаете, кто такой Алихан Бөкейханов и кем он был? Конечно, знаем. Алихан Бөкейханов был основателем движения «Алаш». Он борец за независимость нашего Казахстана. Спасибо большое. Пожалуйста. Алихан Бөкейханов туралы не білесіз? Ол тәуелсіздік үшін күрескен адам. Рахмет. Балалар, Алихан Бөкейхановтың кім екенін білесіңдер ма? Кім болған ол кісі? Саясаткер, басшысы, саясаткер. Саясат. Тәуелсіздігімізді анықтаған. Әлихан Бөкейханов саналы ғұмырын ұлтына арнаған, Қарахан басының қамынан гөрі ұлтының тағдырын биік қойған, халқының келешегін ойлаған, әрі сол жолда басын бәйгеге тіккен аяулы тұлға. Бір емес, бірнеше ғылым саласын бірге алып жүрген ғұлама дарын. Қазақ әдебиеті тарихында, жалпы қазақ тарихында Әлиханның алатын орны әрқашанда ерекше, шоқтығы биік болмақ. Әлихан Бөкейханов қазақты ұлтының нағыз жанашыры, Алаштың арысы.